Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін мен УПК-ға баратыным жайлы. В общем, барлығын блогқа түсіретін боламын. Қызық болады деп ойлаймын. Мен бірге болыңыздар. Ал енді кеттік. Так, вот достар, бізде қазір УПК-ның алғашқы күні. 2-ден 30-ге дәл басталған жоқ. Именно новый дептер алып кеткем. Ручка и все. Как будто бір студент сәп болды. Басқа ештеңе жоқ. Бізде УПК бітті. Қазір үйге Қазір УПК-дан уже үйге келе жатырмын. Баған бері достармен ойнап сөйтіп қайттым, біраз жүрдік. Сол негізі УПК-ның бүгін бірінші сабағы болды. 96 беттік про деп бастайтын шығармын. И мен бухгалтерияны таңдағандықтан, екі қыздар екі нәрсені таңдауға болады. Бухгалтерияны таңдағандықтан орысша өтеді. Вот. Енді солай сіздерге бүгінгі кешімді және нені түсіретін боламын. Солай күндеріңіз сәтті өтсін. Арбуз жейін деп жатырмын. Мой ужин, моя ужин. Оқу кетім жарайды, не важно. Қазір мен осы холосос деген дәріні ішіп жүрмін. Өтке бүйрекке байланысты. Мен бүйрегім ауырып жүрген кездері болды. Таң кеше сағат негізі 10-да ұйықтап қалдым ерте. Бүгін уже суббота, демалыс. Негізі 6-да ояндым, бірақ қайдан ұйықтап қалдым. Қайырлы таң, блогты бастайық. Енді қазір үй тапсырмаларды орындап тастау керек. Содан кейін айтпақшы мен СММ курсты оқып жатырмын, білетін шығарсыздар, сол СММ курсын оқуым керек. Қараңыздар. Менің әпкем осындай шоппер сыйлады. Көптен бері алғым келіп жүрген мектепке деп көп істетті. И прям ақтысын алып жүрген сумкамды әппақ қой. Вот. Енді мектепке ұстап барамын. Еще ана шопперлердің түрі өте қатты ұнады. Матасы уже сабақтарды салып қойды, сол үшін кішкене үлкен болып тұр. 5 сабақ бар ішінде әзірше. Мықты екен матасы да өзі де. Вот, замогы да бар. Прям күшті. Қазір мен сабақтарымды оқып алдым. Бұл бізде СММ курсының сабақтары. И плюс соның жанында осылай тырнақтарын бояп тастадым. Вот. Шымпысты да. Сол қараңдар. Еще лактың орнына деп ойнап отырмын. Еще тырнақтарым кеміріп тастағым, ол кеміріп тістеп. Осы тырнақты кеміріп тістеуді қою керек. Мына сабақтан күнге оқып жүрмін. Уже бірінші модуль, екінші, уже үшінші модуль бітеді, уже 6 модуль ғой. Енді 3 модуль қалдыдан кейін нақты сертификатымды алып сынанып шығамын. Құдай қаласа иншалла. Мынандай тамақ пісірді. Көреміз, мясо, французский бірдеңе дейді. Бізде қазір түнгі 12 болды, өздеріңіз көргендей. Енді мен ұйықтайтын боламын, ертең күнде жоқ қанша. Влогым бітпей кетті, себебі минут жетпей жатыр. Хотя 5 минутқа жеткізейік сол. Қазір мен сабаққа бара жатырмын, уже бүгін понедельник. Жұмыртқа пісіріп жатыр, мен ерте шай қайнап жатыр. Деп ойлаймын, барынша тырыстым. Негізі көптен бері бұл влогты аяқталмай бақандай арасынан 5 күндей өтіп кетті, бір аптадай. Бірақ мен енді салып жатырмын. Ну, таңғалмаңыздар.
ютуб арнама тіркеліп кетіңіздер, сіздерге ұнады деп ойлаймын. мен сіздерді